Барлығыңызға сәлем. Бүгін өте дәмді болып шығатын клубника в шоколаде дайындайтын боламыз. Бірінші құлпынайымызды жақсылап, тазалап, жуып аламыз. Енді кезекте сыртын сүртіп, құрғатып, морозильникке салып қоямыз. Құлпынайымызды морозильникке 20 немесе 25 минутқа қойсаңыздар болады. Сыртына шоколадын дайындаймыз. Енді менде Қазақстан шоколады бір плиткасын алдым. Және де ақ шоколадты да сыртын әдемілеу үшін алған болатынмын. Үстіне сұйық майды қосамыз. 1 столовая ложка жарайды. Соны ванильный баняда жақсылап ерітіп аламыз. Морозильниктегі құлпынайларымызды алып, шоколадымызды кішкене суытып алғаннан кейін барып, видеодағындай қылып істейміз. Және де морозильникте тұрғанның бір жақсысы шоколадымыздың тез қатып қалуына септігін тигізеді. Құлпынайымыз дайын. Барлықтарыңызға рахмет қарағандарыңызға. Сау болыңыздар.